Ne batırdım? Ayımı da жатыр. Biz қазір не істейміз? Білесіңдер ме балалар? Біз қазір кішкентай Нәтижемізді бесікке саламыз, иә? Бесікті апарайын ба апа? Келе ғой бесікті. Кәне сендер тұрып тыштырма жинай қойыңдар, келе ғой. Келіңдер тыштырма жинайсыңдар. Отыра ғой. Гүлжан, келе ғой, отыра ғой. Бала. Тыштырма жинаймыз, тыштырма. Бес салу. Бүгін атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бесікке салу рәсімін жасаймыз. Дана халқымыз бесігі жоқ үйдің берекесі жоқ деп өмірге келетін сәбиді асыға күткен. Баланың өмірі тәтті болсын деп бірінші тыштырма рәсімі жасалады. Бесіктің түбек баретін тесігінен кәріпе құрт өткізіліп, қалғандары қолдарын бесік астына қосады. Тыштыма дегенде тышты, тышты деп айтады. Баланы бесікке салмас бұрын бесікті адыраспанмен аластап алуы қажет. Бұл баланың бесігіне жын шайтандар жоламас үшін жасалатын рәсім. Алас, алас, мың бір бәледен алас, тіл көзден алас деп аластайды. Кейінірек әжелеріміз бесікке бүркіттей көреген болсын деп, бүркіттің тұяғын байлап, егер қыз болса, сұлу болсын деп, айна не тарақты да байлайтын болған. Бесікте жатқан баланың ұйқысы тыныш, дене бітімі түзу, ширап және өзі таза өседі. Баланы бесікке бөлегенде бұл дәстүрді елге беделді, жасы үлкен, көп балалы, ақ жаулықты әже орындағаны дұрыс. Баланы бөлегенде ең әуелі аяғы қозғалмасын деп, тізесінің үстінен аяқбаумен байланады. Одан кейін бала өз қолынан шошып оянбас үшін екі қолында жақсылап, құндақтап, баумен байлаймыз. Бесіктегі баламызға бесік жырын айтып, тербетіп, ұйықтатамыз. Бесік жырын өзінің анасы не әжесі айтқаны дұрыс. Әлі, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама